Қайырлы күн әріптестер, өздеріңізбен Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерде барлық пәнде қолдануға болатын керемет әдісті көрсеткім келіп отыр. Ол қарапайым әдіс болғанымен оқушыларға берілген ақпаратты есте сақтауда көмектесетін жақсы бір әдістің түрі болып саналады. Бұл әдісті іріктеу немесе сұрыптау әдісі деп атасақ болады. Қысқаша әдіс туралы түсіндіретін болсам, біздің экранымыз 4 сеткаға бөлінген, әр кестенің өзінің атауы бар. Мысалы, мынау бізде конъюнкция, дизъюнкция, инверсия деп аталады. Мұнда 4-ші ұяшықты біз ешқандай атау қоймадық, ал сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша 4-ші ұяшыққа атауды бере аласыз. Және бұл әдіс информатика пәнінен алынған, және бұл әдісті кез келген пәнге салып, сабақ мазмұнына қарай жасай берсеңіздер болады. Астында назар аударатын болсақ, шашыраңқы түрде орналасқан түрлі атаулар тұр, яғни соны оқушылар топтастырып сұрыптау керек. Мысалы, конъюнкцияға логикалық көбейту жатады. Және деген жалғаулы қышлау арқылы жасалынады. Және бізде дизъюнкция дегеніміз ол логикалық қосу болып саналады, және ол немесе деген элемент арқылы жалғанады. Деген сияқты осылай әрбір ұяшықтың атауына астында тұрған сөздерді іріктеп апаруы қажет. Бұл әдісті өзіміздің пәнімізге қарайластырып қалай жасаймыз? Ол үшін біз әдеттегідей PPT сайтына өтеміз. Бұл сайттың ерекшелігі, ешқандай сайтқа регистрация жүргізбейсіз. Осы жерде 30-дан аса түрлі әдістерді қолдануға болады. Соның ішінде осы әдіске тоқталынған видеороликтерді менің каналымнан таба аласыздар. Ал сізбен біз бүгін осы әдісті қарастыратын боламыз. Бұл ағылшын тілінен аударғанда іріктеу, сұрыптау дегенді білдіреді. Бұл әдісті өзіміз жасау үшін instructions деген батырмасын таңдаймыз. Сол кезде осындай ағылшын тіліндегі шаблон ашылады. Осыны біз орыс тіліне аударып аламыз да, мұнда өзіміздің пәнімізге сәйкес сөздерді орналастырамыз. Мен қазір информатика пәнінен логикалық операцияларды тізіп жазып қойдым. Осыны копировать етіп алып, осы жердегі сөздерді белгілеп, оны өшіріп, жаңағы көшіріп алған сөздерімді әкеліп қоямын. Және бұл әдістің артына, яғни арты мына жерде бізде көк түске боялып 4 ұяшыққа бөлініп тұр. Дәл сол секілді осы жерде фонды өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдайсыз. Бұл жерде белый холодильник деген бар, 2 колонки деген бар. Сосын астында заголовок деген жерге өзіңіздің атауыңызды енгізесіз. Мысалы, мынау информатика деп енгізсек болады. Содан кейін, мысалы, 2 колонки десек болады, немесе 3 колонки десек болады. 2 ряда, 4 сетки деген. Ал менің жаңа сіздерге көрсеткенім 4 сетки деген болатын. Мысалы, мир дегенді таңдайтын болсақ, создать дегенді басатын болсақ, онда бізде осындай карта шығады. Ал біздің қазіргі жазып отырғанымыз информатика пәнінен алынғандықтан бұл жерде карта келмейді. Егер де сіз география жаратылыстану пәні мұғалімі болсаңыз, онда осы жерге елдердің, мемлекеттердің атауларын қою арқылы картаға сәйкес, мысалы, Африканы өзінің орнына орналастыр деп интерактивті тақтада ұсынсаңыз, ол оқушыға қызықты әдіс болып саналады. Ал қазір біз мына жерден Venn диаграмма 3 дегенді таңдап, создать дегенді басатын болсақ, міне бізде, мысалы, логикалық көбейді мында барамыз, дизъюнкцияны мында барамыз, логикалық қосуды мында барамыз, инверсияны мында барамыз, терістеу деп осылай орналастырсақ болады. Немесе біз өзіміз тағыда оны қалай жасай аламыз десек, онда астында вариант 2 шаг 1 деген жерде сделайте копию этого шаблона деген бар. Осының үстінен басып, Excel форматында өз нұсқамызда бұл әдісті жасақтай аламыз. Мұнда беріп тұрған барлық терминдерді өшіріп тастап, жаңағы информатикадан дайындап қойған мысал ретіндегі терминдерімізді қоямыз. Содан кейін мұнда бізде түстер тұр, яғни мен 3 топқа бөлетін болғандықтан, жоғарда конъюнкция, дизъюнкция, инверсия ең басты 3 топтың атауы болғандықтан, осы 3 түсті мен көшіріп алып келемін. Яғни менің ең басты сөздерім осы түске боялып тұру қажет. Егер мынау қажет емес десеңіз, онда delete перменесімен өшіріп тастаймыз. Менің қамда өзімнің әдісім дайын болды. Енді оны бізге интернетке жариялау керек.
Ол үшін файл дегенді басып, бөлісу, интернетте жариялау, окей деген батырманы басамыз. Сонда осы кезде бізге сілтеме шығады. Ол сілтемені браузердің іздеу жолағына әкеліп қойып, ставить деп enter пернесін басамыз. Сізге барлығын тексеріп алу қажет. Егер барлығы дұрыс болса, онда get the link here дегенді басып, сілтеменің үстінен басамыз. Сол кезде біздің жаңағы түске боялған сөздеріміз шықты. Яғни мынау бізде инверсия, мынау бізде конъюнкция, ал мынау бізде дисъюнкция болып саналады. Және осы үш топқа оқушылар осы сөздерді сәйкестендіріп сұрыптап отырады. Егер астына фон таңдалмай қалды десеңіз, онда мына жердегі настройки белгісі бар батырманы басып, осы жерден жаңағы орыс тіліне аударып алып, осы жерден мысалы түрлі етіп артындағы фонды өзгертуімізге болады. Қазір біздің жағдайымызда үш негізгі топ болғандықтан осы три колонки дегенді таңдап алдым. Және мұндағы азайту және қосу батырмасын пайдаланып, экранның бетін кішірейтіп азайтып отырамыз. Осылайша біз осы қарапайым әрі тиімді әдісті өзіміздің сабағымызға жақсы бір әдіс түрінде қолдансақ болады. Бүгінгі Flipiti сайтында ұсынылған әдіс сізге ұнады деген ойдамын. Әдеттегідей әдіс ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, әріптестерге бөлісе отырыңыздар. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.